Так, бұл есепте ең жоғарғы мәні және ең минимум, ең төменгі мәні жіптің керілу күштері ол белгілі. Ең аз ол жоғарыда болады, оны біз Т1 деп белгілейік. Ең көп ол ең төменгі траекториясында болады, ол Т2 болсын. Ең жоғарғы нүктені қарастырайық, астыға қарай тағы да ауырлық күші бар, және центрге тартқыш үдеу бар. Демек, Ньютонның екінші заңы бойынша Т1 қосылған mg тең ma болады. Енді ең төменгі нүктесін қарастырайық, астыға қарай ауырлық күші бар, жоғары қарай центрге тартқыш үдеу бар. Екі үдеу бірдей, өйткені бұл бір қалыпты қозғалып жатыр, жылдамдықтар бірдей. Мысалы, солға қарай қозғалып бара жатыр, бұмен дәл сол жылдамдықпен астында да қозғалады, сондықтан центрге тартқыш үдеу де бірдей болады. Ең астыңғы нүктесінде Т2 азайтылған mg тең болады ma. ma екеуінде де бірдей. Демек, сол жақтағы теңдеуді теңестіруге болады. Т1 қосылған mg тең Т2 азайтылған mg. Мына mg-ны солға қарай шығаратын болсам, Т1-ді оңға қарай шығаратын болсам, 2 mg тең Т2 азайту Т1. Т2 азайту Т1 бізде белгілі, ол дельта Т деп есепте берілген. Демек, 2 mg тең дельта Т, осы жерден м тең болады дельта Т бөлінген 2Ж, яғни 10 ньютон бөлінген 2, екінші үдеуінде жобамен 10 деп алсақ, массасы тең болады 0,5 килограмм. 0,5 килограмм болады.